Арма ардақты ағайын, эфирде өнер арнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінгі жаңалықтар қызметімен таныстыратын мен Төлебаев Үсен және менің әріптесім Оразгелді Анел. Ендеше аңдатпаға назар аударсақ. Академия студенттері үшін оқып жүріп тәжірибе жинау қаншалықты дұрыс? Славян базарының өнер ордамыздың студенттері үшін маңыздылығы қандай? Осы жылғы Славян базарына кімдер қатыспақшы? Славян базарының 2021 жылғы финалисті Жасқанат Ашықбаев жоба туралы қандай пікірде? Енді академия студенттерінің дипломдық жұмысына қаражат бөлінеді деген хабар қаншалықты рас? Танымал адамдар сол танымалдылыққа бірден жете қоймайды. Жетістікке жету үшін тек қана білім емес, тәжірибенің де басты рөл атқаратынын біздің академия студенттері жақсы біледі. Осы жыл барысында академия студенттері қандай тәжірибе алып үлгерді екен, бірге көрейік. Не все знаменитые режиссеры, операторы и другие творческие деятели сразу достигают поставленной славы. Для этого им требуется не только талант, но и опыт. Большая часть этих людей начала свою карьеру с обычных хелперов на съемочной площадке или другой работе в других департаментах. Сегодня я, Боранбаева Индира, узнаю у студентов факультета кино и телевидения, кем они успели поработать за время обучения в академии. За это время я успел работать в Корейском театре звукорежиссером, а также работаю на заказ, проекты, сведения, мастеринг. Конечно же, это, во-первых, опыт. Ты набираешь много опыта, скиллы, умения, знания, и это пригодится на будущее. Я успела поработать и режиссером, и кастинг-директором, и художником-постановщиком, и художником по костюму, в общем, где я только не была. Еще, когда я нахожусь на площадке в качестве, например, кастинг-директора, я все равно наблюдаю за режиссером, как он должен себя вести, как он должен себя показывать, что он должен иметь, и в целом я сделала для себя огромный вывод. Я успел поработать в кино, только не в роли звукорежиссера, а в роли администратора. В ночных заведениях звукорежиссером успел поработать. И просто студийные заказы. Из таких красочных это была работа 532. Работал там главным администратором и параллельно, получается, и художником, и в линейном продюсерстве двигался. Опыт был большой с операторами. Я смотрел, как режиссер с оператором работает, как они полностью приходят на площадку вначале, первые, раньше всех почти, и сразу уже ставят кадры. Что ж, чтобы стать мастером своего дела, нужен не только талант, но и опыт. А этот опыт можно взять только на съемочной площадке. И неважно, кем ты там работаешь, будь то хелпер, администратор, или художник-постановщик, или режиссер, или оператор, неважно, каждый из этих людей вносит определенный свой вклад в создание картины. Славян базары. Біздің академия студенттері үшін бақ сынап, өз өнерлерімен таныстыра алатын ерекше жоба. Бұл жобаға жыл сайын өнер ордамыздан ең мықты деген студенттер барып, өз өнерлерін паш етеді. Ал осы жылғы Славян базарына деген дайындық қалай екен? Бірге тамашалайық. Бүгін біз профессор оқытушы құрамымен, эстрадалық вокал кафедрасының профессор оқытушылары құрамымен студенттерді халықаралық Славян базары атты байқауға тыңдаған болатынбыз. 12-ге шақты балалар қатысты студенттеріміз, 2-ші, 3-ші, 4-ші курстардың студенттері қатысты. Барлығын тыңдадық, өте жақсы деңгейде айтып шықты. Бұл жерде әрине ең басты критерий ол әлемдік хит орындау керек, Қазақстан композиторларының әндерінен. Одан кейін бір славян тілінде ән орындау керек. Ол демек белорус тілінде, орыс тілінде, болмаса украин тілінде. Славян тілі деп айтылады. Сол енді балалар 12-ші осы алдымыздағы наурызда келесі сенбіде тағы да үлкен тыңдалым болады. Бұл жерде енді тек қана біздің Жүргеновтың осы біздің кафедраның балалары ғана қатысып қана қоймай, басқа да өңірлерден үміткерлер сол конкурсқа қатысатын келеді. Әрине бұл Славян базары ғана емес тыңдалым, ол жерде 12-ші наурызда басқа да конкурстарға, халықаралық конкурстарға жіберетін болады. Сол жерде бір жолата сол үміткерлердің ішінен барлығын тыңдап барып,
сараптамадан өткізіп, кімнің славян базарына, кімнің басқа да халықаралық конкурстарға жіберілетіні туралы айтылатын болады. Иә, Үсен, шынымен академия студенттеріне славян базарының беретін мүмкіндігі мен жетістіктері өте көп. Алайда қатысам дегендердің барлығы ақтық мәреге дейін жете бермейді. Оған үлкен еңбек, нағыз талант қажет. Ал бұл қасиеттер біздің академия ордасының студенттерінде бар екеніне сөзсіз сенеміз. Дұрыс айтасың, Анель. Оған дәлел 2021 жылдың финалисті Жасқанат Ашықбаев. Бұл сайыста ол қандай өнер көрсетті және одан бөлек қандай жерлерде өз бағын сынап жүр, бірге көрейік. Конкурс 2 турдан өтті. Конкурсқа жақтан қатысушылар келді, яғни Шабыт академиясы әр түкпір-түкпірден. Конкурс 2 турдан өтті. Бірінші турда Грешная страсть деген әнді айтқан болатынмын. Батырхан Шүкенов ағамыз орындаған. Екінші турында Feeling Good Мичаэл Баблдың версиясында орындадым. 20 шақты конкурсант болдық. Алдыңғы жылы Татарстан мемлекетінде Казан қаласында ұйымдастырылған конкурс бойынша эстрада вокал мамандығы бойынша бірінші орынды иелендім. Ол жерде бір тур ғана болды, екенді айттық. Сол көптеген қатысушылардың арасынан бірінші орынды иелендім. Осы жақында қараша айында Шымкент қаласына барып екінші орын иелендім. Шымкент қаласынан келгеннен кейін Россия мемлекеті Саратов қаласы ұйымдастырылған конкурста тағы да онлайн бағыты бойынша екінші орынды иелендім, эстрада вокал мамандығы бойынша. Академия қабырғасында тағы да бір ерекше жаңалық. Осы жылдан бастап кино және теледидар факультетінің студенттері ұсынған ең мықты дипломдық жұмысқа қаржылай көмек көрсетіледі. Толығырақ ақпаратты келесі сюжеттен көреміз. Бүгін Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясы мен ұлттық киноны қолдау орталығы бірге келісім шартқа қол қойды. Бұлар осы жылдан бастап өнер академиясында оқып жатқан кино және телевидение факультетінің дипломдық жұмысын түсіруге, ең мықты дипломдық жұмысқа қаржылай көмектесетіндігін, мемлекет жағынан көмек болатындығы туралы қол қойды осындай заңға. Олар бірге енді осындай жастарды қолдауға жұмыс істемекші. Бүгін екі жақтың басшылары бірге келіп сөз сөйледі, өздерінің пікірлерін айтты. Сосын соңынан 2020 жылы ұлттық киноны қолдау орталығының қолдауымен 2021 жылы шыққан Көше ақыны деген фильмді көрсетті осы жерде. Бәріміз көрдік, ол сол фильмнен кейін бәрі қуана тарқасты. Бүгінгі отырыс осылай болды. Өздеріңіз білетіндей, көктем келесі алғысымен барлығымыз асыға күтетін халықаралық нәзік жандылар мерекесі де келіп жетті. Алдымен әріптесім Анель сені, кейін барша әйелдер, қыздар қауымын шын жүректен құттықтағым келеді. Өмірлеріңіз жарқын болып, дәл осы көктемдей құлпырып жүре беріңіздер. Құрметті арулар, сіздерді осы төл мерекемізбен тағы бір мәрте құттықтай келе, бүгінгі келіп жеткен жаңалықтарды қорытындылаймыз. Бұл аптадағы бізге келіп жеткен жаңалықтар легі осы. Академияда өзге де жаңалықтармен келесі санымызда бөлісетін боламыз. Сіздерді бүгінгі жаңалықтармен хабардар еткен мен Төлебаев Үсен және менің әріптесім Оразгелді Анель. Амандық саулықта жүздескенше.